Қайырлы күн достар, бүгін сізбен бірге осындай өте дәмді болып шығатын фунчозаның рецептісімен бөлісетін боламыз. Ең алдымен осы лапшамызға ыстық суымызды құйып аламыз. Бұл лапшамыз 10 минуттың көлемінде дайын болады. Келесі кезекте біз осындай тауықтың етін соломка етіп тұра аламыз. Ал енді керекті барлық ингредиенттеріміздің бәрін осылай соломка етіп тұра алатын боламыз. Енді тауығымыздың үстіне чеснок қосып және 3 қасық соя соусты қосып, үстіне черный перец сеуіп бастатын боламыз. Ал енді тауық еті мен пиязымызды қойып алатын боламыз. Бұның үстіне енді кориандрымызды қосып, енді бұның үстіне керекті ингредиенттерімізді қосып аламыз. Енді салып алған заттарымыздың бәрін жақсылап араластыратын боламыз. Ал енді қуырылған заттарымызды лапшамыздың үстіне салатын боламыз. Енді свежий помидор мен огурцымызды және кинзамызды салатын боламыз. Енді бұның үстіне фунчозаға арналған чимчиді қосатын боламыз. Енді салып алған заттарымыздың бәрін жақсылап араластыратын боламыз. Мінекей достар, менің фунчоза салатым дайын болды. Барлықтарыңызға ас болсын.